Достар, мен жасаған еңбегім далаға кетпесін деп конкурсқа арналған дизайн жұмыстарының мәні мен мағынасын сіздермен бөліскім келіп отыр. Біріншіден, күннің бейнесі. Бұл еліміздің туында да бейнеленіп, ашық аспан мен бейбітшіліктің мағынасын береді. Екінші, жалын от. Ол күш пен қуаттың символы. Және 2024 жылғы жазғы Олимпиада ойындарының төлтаңбасынан да осы оттың бейнесін көруге болады. Үшінші, лавр жапырағы. Ол Олимпиада ойындарындағы ең үздік спортшыларға берілетін білесіздер. Төртінші, қошқар мүйіз оюы. Бұл қазақ халқының бүкіл тыныс тіршілігін танытады. Сонымен қатар жеке тұлғалық мағынаны да білдіреді. Міне осындай ұғымдардың қосындысынан осындай өрнек пайда болды. Енді мұны алтын адамның детальдарына ұқсатып киім дизайнына енгізетін болсақ, міне мынандай алтын адам деген дизайн топтамасы пайда болады. Бұл бірінші нұсқа. Дәл солай қазақ қырандары екінші нұсқаны жасадым. Сонымен қатар қазақ ат үшінші нұсқа және ең соңы этно стилінде жасалған төртінші нұсқаны да жасап көрдім. Міне осылай достар. Ал мынау жеңіске жеткен нұсқа, яғни біздің ұлттық құраманың Олимпиада барысында киетін киімдері. Назарларыңызға рахмет. Жома Қазақстан жасасын.